Армысыздар, аяулы азаматтар. Бүгін міне барлығымыз алтындан еңбек мерекесін тойлап отырмыз. Менің айтарым жалғасын тапсын бұл мереке. Бүкіл республика бойынша мерекеленсін деген тілек бар. Жалпы Аруана орталығының жетекшісі Қара қарындасымыз бұл мерекені міне үшіншіден өткізіп отыр. Бүгінгі бізде куә болып отырған мереке ерекше. Бұның ерекше болу себебін шырын сіздерге сәл ғана айтайын. Осы биылғы жылы биылдың бір күні біз Аруана орталығына жиналдық. Bir talay тұлғалы азаматтар сол арада осы әңгіме болды. Бұрын екі рет сабантой деп аталған екен. Талқылай келе біз айттық, қазақ еш уақытта шөпке шаламға саламға той жасамаған. Бізге керегі дәл. Оның есесіне мына Қатар халқы өз сабантой деп атап мерекелеп жүрген оған жармас бар. Өзіміздің де ойымыз, өзіміздің де сән салтанатымыз бар ғой. Соны бұл мерекені биылғы жылы алтындан еңбек мерекесі деп атайық деп талқылады. Бұл мәселені көтеріп жүргеннің ерекше бір сыры бар. Біз мына 20 жыл міне, 20 жылда таяқалды егеменді ел болды. Ауыл өсті. Міне биылғы жылы мемлекетіміз дұрыс марапат әңгіме тауып отыр. Ауыл жақсармай, Қазақстанның жағдайы жақсармайды деп. Бұған біз бәрімізге қосыламыз. Ал оны жақсартатын адамдар бар. Сол адамдарды біз міне сұрап отырмыз. 19 хат жазды. Нұрекеңнен бастап 14 облыстың әкіміне, 2 астанамыздың әкіміне, және осындағы ауыл шаруашылық аграрный университеттің директорына барлығынан хат алды. Барлығы дұрыс башпайды. Әлі де республикалық мереке деп атауды шеше қойған. Сондықтан міне бүгін мынау салтанатты өзіміздің тойымыздан кейін тағы да бір отырып ұсыныс жасаймыз ба деген ойымыз бар. Мен мына Сара қарындасымды айналып кетейін. Өте көп жұмыс жасап, бүгінгі мынау әңгейдің, мынау мерекенің бағдарламасының өзі қандай тамаша. Жүрегіңді де қозбай, бүкіл рухыңды да көтеріп. Міне осының бәрін жасап жүрген Сара қарындасымды құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Көптеген сіздердің назарларыңызды алмай, халқымызға тыныштық болса екен. Халқымыз әлі ала алмай жүрген, әлі армандап жүрген, армандарына жетсе екен. Мына жерін, елін дұрыстаса екен, жерді қайттан мемлекет деңгейінде национализациялауды сұрап, мына қазіргі жер сатылып, бөлек-бөлек болып жатқан дүниелер тоқтатып, осындай бір ақылды жағдайға келсек екен деген пікірді сіздерге